Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомыз бұқа бордақылау 3-ші бөлімі. 3-ші бөлімінде бізде қамтылатын тақырыптарды айта кетсек, 3-ші бөлімде бұқаның асты, бұқаны қалай күтім жасау керек, денсаулығына күтім жасау керек, сол туралы болады. Және де бұқаны суғаруды көрсететін боламыз. Сол үшін достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Подписаться батырмасын басып, жанында колокольчикті басып қойыңыздар. Сонда шыққан видеоны бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Комментарийде сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қоя кетіңіздер. Мына көрсетіліп отырған бұқалардың барлығы бізде сатылымда. Егер тұқымдыққа қызығушыларыңыз болса, осы Алматы облысы, Жетісу облысы, Алматы, Талдықорған, Ақсу қалалары бойынша, аудан бойынша сұрасаңыздар болады. Комментарийде өздеріңіздің номерларыңызды қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге WhatsApp-қа жазатын боламын. Ары қарай келісіп, бағасын ұнатып жатсаңыздар, тұқымды қалып қалсаңыздар болады. Немесе етке алсаңыздар болады, кафе, ресторандарға. Өте сапалы ет, таза. Өздеріңізге сойып алсаңыздар да, соғымға алсаңыздар да, барлығы дәрі-дәрмексіз, көз алдарыңызда бұзау кезінен бері өсіріп жатқан малдар. 100% табиғи эко ет десек те болады. Сол себепті қызығушылар болса айтыңыздар. Қазір мен сіздерге бір қабат бұқаларды көрсетіп өтейін. Астын барлығын осындайынан қорда шашамыз біз астына. Бізде мен осындай қойдың қордасы бар, ішінде топырағы бар, барлығы аралас. Екі жерге бөліп төгіп қоямыз. Мұнда біреу, мұнда біреу. Осыны кешкі уақытта, қазір түскі уақытта шашпаймыз, тек таңертеңгісін және кешке шашамыз. Себебі кешкісін жатар уақытта ғана шашамыз. Қазір бұтанда олар шөп жеп тұр. Бізде қорда сақтайтын қорамызды көрсетіп өтейін сіздерге. Бұл жерде біз шамамен 2 мәшіне қорда төгеміз жылына. Сол бізде бүткіл малымызға қыстайына астына шашқанға жетеді. Енді қатты көп шашпаймыз, экономдап шашуға тырысамыз. Бір жағынан бұл өте тиімді деп ойлаймын. Себебі тегін нәрсе. Кез келген үйден тапсаңыздар болады, қой ұстайтын. Малдың асты жылы болады. Көбісі комментарийде жазып жатады, қойдың қордасын шашсан мал көнтек болады деген секілді, әртүрлі бейіт секілді аурулар жұғады дейді. Бірақ біз қорданы, қойды ұстап, жаз кезінде, күз кезінде, қыстаулар болады, солай көшіп кеткен кезде аламыз. Қойды суықтан бейіт кене өліп қалып, жаңбырдан кейін шайылып кетеді, таза қордан алатын боламыз. Не қордан? Жаңа свежий қорда дейді қандай, жаңадан қой тұрған жерде қорданы алып кеңес бермеймін. Себебі сулы қорда алып келсеңіздер, ол ертең бықсып, қызып, шірейтін болады. Малдың астына да езіліп, сол себепті осындай кепткен қорда ғана себуге кеңес беремін. Бүгін енді 2-3 күн бұрын қар жауған, қайтадан күн жылыды. Бүгін енді қазір түскі уақытта сіздерге су беруді түсірген боладымын. Соны осы видеоға қосып, монтаждап, сіздерге әдемі бір видео жасап беретін боламын. Видеоны соңына дейін үзбей көріп отырыңыздар. Қазір суғаруды көрсететін боламын. Ол жерде бұқаларды таныстырғанбыз әртүрлі. Енді видео бөлініп әр уақытта түсірілген. Осып бір видео жасайтын боламыз. Бұқаларымызға су беріп жатырмыз, қазір түскі уақыт болғандықтан. Осылайынан бұқаларымыз бордақыда тұр. Суғарып жатырмыз барлығын. Түскі уақытта.
ала болмаған екен. Алма кіргенде еще бүйтіп күжірейіп тұрды ғой. Несі, оңысы болсын. Хозяинның оңысын сөйтіп тұрды емес. Рекламировать етіп тұр ғой. Ешке қабет ма? Ана екеуі жақсы деген жоқ. Жом жесең ауырт көп су ішпейді екен. Тамақ жеген сайын қойсыз ғой. Оны жасы үлкен ғой, өзі нашар бұқа болды. Жасынан болуға өтіп 3 жасар ғой ол. Еще біраз күзден Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыз дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі видеода кездескенше.